Қайырлы күн. Мен Кенжалиев Қайырбек Жеңісұлы. Бүгін сіздерге өзімнің жасақтаған жаңашыл платформамды таныстырмақшымын. Платформаның тақырыбы Тыл Лайк. Аталған платформада қазақ тіліндегі 4 дағды қалыптасқан. Яғни олар тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым. Көріп отырғандарыңыздай, сайт 9 бөлімнен тұрады. Аталған сайтта оқулықтар, оқу сауаттылығы бойынша тапсырмалар, және де көріп отырғандарыңыздай кинофильмдер арқылы оқыту, және де грамматикалық курс. Бұл жерде грамматикалық курста біздер не үйренеміз? Грамматикалық курста өзіміз білетіндей әрбір тіл үйренуде өзінің деңгейі болады. А1, В2 деген секілді. Сол деңгейлерге арналған грамматикалық ережелер жинағы жасақталған. Одан кейін ресурстар берілген. Бұл ресурстарда тыңдаушылар бұл сайттан басқа да сайттарға кіру арқылы тілді үйрене алады. Және де ертегілер, жаңылтпаштар, мақалдар секілді оқылымға арналған тапсырмалар бар. Бұл тапсырмалардың бір ерекшелігі қазақша және орысша баламасы дәл осы сайтта жасақталған. Яғни бұл дегеніміз өзге ұлт өкілдеріне таптырмайтын бір құрал десем қателеспеймін. Келесі жаңа сөздерді ойын арқылы үйрену. Яғни өзіміз білеміз, қазіргі таңда цифрлық заман болғандықтан геймификацияны енгізу ол заман талабы. Осы орайда тіл үйренуде де геймификацияны енгізу арқылы өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуді жолға қойып отырмын. Және де соның ішінен біреуін сіздерге мысал ретінде көрсете кетейін. Көріп отырғандарыңыздай, жаңа айтып кеткен жаңа сөздер ойыны арқылы ойын ойнап көрсек, құстар мен жәндіктер ойынын ойнап көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, құстар мен жәндіктер ойыны әртүрлі құстар беріледі. Сол құстарды суреттері арқылы және де орысша сөздер арқылы теңестіре отырып, қазақша мен орысшаны бірге үйренуге болады. Жоғарыда атап кеткенімдей, аталған платформада тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдылары қалыптасқан деп айтылды. Соның ішінде тыңдалым дағдысын қалыптастыру мақсатында кинофильмдер арқылы оқыту жүзеге асады. Толағай, Қажымұқан, Абай секілді фильмдерді көру арқылы, оның астында осы фильмдердің арқылы тапсырмалар беріледі, және де бұл фильмнің субтитрі орысша болады. Ең бірінші өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай Толағай мультфильмін тыңдаушы қарап алады. Одан кейін оның астында тыңдаушы тапсырмаларды орындайтын болады. Әр тапсырманы орындаған кезде тыңдаушыға балл беріле отырып, тыңдаушы өз-өзін бағалайды. Яғни көріп отырғандарыңыздай, егер сұрақтарға ұтымды жауап берсе 3 балл алады, жасырынған сөз тапса 1 балл алады, барлығы 4 балл алады. Және де бұның бір ерекшелігі бұл сайттың әр тыңдаушы өзінің үйінде отырып тапсырманы орындай алады. Яғни бұл платформаның бір ерекшелігі осында деп санаймын. Мен осы мамандықты таңдаған бір себебім адамдарға жақсылық жасау. Яғни жақсылық жасау дегеніміз адамдарды, кішкентай балаларды соның ішінде оқуға, білімге шақыру менің басты мақсатым болып табылады. Өйткені тілі жоғалған елдің өзі де жоғалады демекші, тілімізді ардақтауымыз әрдайым қажет. Қазіргі таңда осы мамандық бойынша тіл оқу әдістемелік орталығында оқытушы қызметін атқарудамын.